Мен просто қатты ренжігенім, мен барынша тырыстым да семья болып кетуге, ешкім деген жаңағыдай тағы да ажырасып кетейін деп тимейді ғой, жынды емессің ғой енді, құрсын. Бір жаңағыдай тамақсыз, үйсіз, күйсіз жүрген ештеңем жоқ қой, кәдімгі жағдай үшін бір байға тиіп кететін дейді. Просто мен дайын болып сөйтіп келіп едім, барынша балаларын қабылдауға тырыстым. Уже бауырда басып қалдым, енді өздерің стористен көрдіңдер ғой. Барынша бәрімен жақсы қарым-қатынас жасауға тырысып, ол жақтағы, мысалы кешегісінде де келіп жатыр ғой, айтайын да, келіп жатыр ғой мына гүлдердің ішінде. Солардың ішіндегі көп запискалар, мысалға жазылмаған ғой ат жөндері, соның ішінде менің сол жаңағы енді бұрынғы жолдасымды айтам ба, бұрынғы жолдасымның тумаластары жіберген. Сол бұрынғы жолдасымның тумаластарының жіберген сыйлықтары да бар мыналардың ішінде. Мен сіздерге жаңағыдай очко жинайын деп оны айтып жариялаған жоқпын, бірақ өзіме жазып жіберді. Осылай жібердік жеңеше деп жаңағыдай не істеп жазып жіберді да. Көңіл қой, зат қой, мұңаймаңыз деп сөйтіп жатыр, ренжімеңіз деп сөйтіп жіберіп жатыр да. Мен жаман болсам сондай болады. Барынша енді орталарына не істеп кетуге, тез қабылдап кіріп кетуге тырыстым мен, шыны керек, кәдімгідей адам болып не істеу үшін. Ана жаңағы үлкен үйді бар ғой, сол үйді де сол жаңағы абыройы үшін алып сөйтіп едім. Ол деген адам қадірін білмейтін адам. Не істесең де, тау тасты алдына Парижді әкеліп берсең де қадіріңді білмейді екен ғой. Білмеймін енді, құрсын, әрі қарай не айтарымды. Бәрін қабылдап, бәріне барынша қолымдағы барды беруге тырысқан адаммын. Өздерің көрдіңдер ғой енді блогер болғасын, инстаграмда жүргесін, барлығын өздерің де көріп куә болып өттіңдер ғой. Бір сол кездегі менің сенімімді ақтамады да. Мен тырысып кәдімгідей сөйтіп жатырмын ғой, семья болуға барынша, әрі қарай жақсы адам болып кетуге да. А ол соны тұрды да, қайдағы жаңағы аппаратының ләззаты үшін бәрін күл талқанын шығарды, тас талқанын шығарды. Білмеймін енді, әлі еш жимаған болып тұр, қызуы қанбаған болып тұр ғой, жауапкершілік алғысы келмейтін болып тұр ғой. Мана шайдың басында айтып қойып едік, мынадай қарқынмен ертең роддомнан шығарып алса да таң қалмаймыз, Салтапа деп қояды қыздар. Ертең босанғаннан кейін выпискаға роддомның алдына оқырмандарыңыз келсе де таң қалмайын деп тұр ғой. Енді 3 күннен бергі көріп отырған нені көріп, доставка посылкаларды көріп, әлі де келіп жатыр, просто бейка монтажына үлгермей жатыр. Әлі де келіп, видео заттарға түсіріп, бейка монтаждап сөйтіп жетіспей жатыр енді. Уже 3-ші күн ғой да, бүгін 3-ші күн ба достар, 4-ші күн ба, уже мен шатасып кеттім. Нешінші күн қатарынан келіп жатыр, есігіміз тынбай. Ана сырттағы охранник ағаға дейін шаршаған уже, көршілерге дейін шаршаған ғой уже деген. Затта лифтте көрелер бір-бірімен соғысып жүр уже. Ботына киіп жүрген трусині дейін алдыртып алып, маған труси ала қойшы, маған майка ала қойшы, носки ала қойшы деп жүріп, менің машинамда деп жүріп, менің үйіме кіріп алып, маған ақшам үшін дейді. Күлкім пришла, құдағи, қысқа. Бетің айдай болсын енді, адам айтады деген кезде айта береді екен. Еще ішіп алған мас, үшеу, 2 қатынмен өзінің бұрынғы әйел болып айта берейін. Бұрынғы әйел туралы әңгіме айтып отырған еркек құдай сақтасын енді бар ғой. Әйелің туралы әңгімені ешкімге айтпау керексің, тем более сен еркектігіңді сақтау керексің. Бадыққаның күйеуіне асып кеттің ғой сен. Бадыққаның күйеуі ойнамай қалды ғой, ортада қалып қойды Бадыққаның күйеуі бүйтіп деген. Сен асып кеттің ғой одан да кәдімгідей. Камчаткаға кетіп қалдың ғой. Халықтың бәрі күліп жатыр астында, құрсын. Сен Салтанның үйінде жүріп, Салтан машина айдап жүріп, сенің не ақшаң бар еді сенің деп қысқа ұялшиш, құда құрсын тіпті. Бет жоқ болғанда дата 15. Ол ма еще жаңағыдай измена жасамадым деп қояды, бірақ өзі ішіп алған мас, қасында 2 қатын отыр. Сол алқаш 2 қатынмен ол далаға сол мені әңгіме қылу үшін шыққан жоқ қой. Олар қай жерде отырғанын біліп алармыз, ақтау кішкентай. Және одан кейін сол мені әңгіме қылып болғаннан кейін 2 қатынды үйіне апарып тастағаның шамалы. Осы жерден сен ұсталдың ғой уже. Ішіп алып, сол танымайтын айдаладағы қаңғыбас қатындарға сол жаңағы әйелің туралы айтып, өзің дәрежеңді одан сайын түсіріп жатсың еді. Тіпті еркектікке жатпайды енді. Ішіп алып, әйелдің артынан әңгіме айту деген сөз вообще. Тем более айдалада танымайтын 2 қатынға айтып отыр еще. Екеуі де мас, уже көрініп тұр дауыстарынан, өзі де мас. Өзі сондай енді, сондай кішкене құмар сондайға. Хотя маған үйленер кезінде ойбай мен болды ішпейін қоям деген еді. Сөзімде тұрмайды екен. Сөзімде тұрмаған еркек ол іс-әрекетке барады дейсің бе, сол тек бәбә деп сөйлеу одан келеді ғой. Ертеңгі күн интервью беріп отырса таң қалмаңдар. Жаңағы бір еркек табылады шығар оғанда. 2 еркек болып қатын жамандап интервью беріп отырса вообще таң қалмаңдар. 3 пакетпен мені үйден қуып шықты.
мен қыдырдым, қаңғыдым, таңға дейін іштім, қыздармен просто тек құшақтасып бүйтіп сөйлестім да. Сосын үйге келдім, сосын гостиницаға барып жаңағы қызбен кішкене не қылып едім ғой, енді соны кешірген жоқ ол деген. Мені кешірген жоқ, мені үйден қуып шықты, мен далада қалып қойдым. Енді қайда барарымды білмеймін деп бәрі сөйтіп отыратын шығарсың. Енді білмеймін басқа не қалған. Бәрі айтып жатыр, қысқа ертең интервью беріп отырмасын деп. Интервью беретін болса вообще уже елдің бәрі біледі ғой қандай адам. Уже мына нелерінен кейін, шығып жатқан видеоларынан кейін елдің бәрі уже біліп отыр қандай ер адам екенін. Ер адам деп айтуға келемей әйтеуір қысқа. Қалай болады екен, мен оны әлі еще ер адам деп санап отырмын ғой. Базар жоқ. Елдің бәрі енді сториста көрді ғой, осы менің үйім ғой, мына үйге білесіңдер, менің үйімде тұрғанын, менің машинамды айдап жүрген елдің бәрі көрді ғой. Жұрт ақымақ емес қой, білмеймін енді құрсын неге өйтіп жаңағыдай айтады дегенге айтып отырғанын. Тем более уже ішіп алып отқасын, қасында екі алқаш қатын отырғасын, соған алқаш қатындар емес, әйелін алып сочетіп отқасын, уже өзінің деңгейі қандай адам екенін көрсетіп тастады. Қайта Аллаға шүкір, ерте құтылғаныма Аллаға шүкір дедім ғой. Қасқа қатынның артынан бүйтіп әңгіме айтады деген енді базар жоқ енді. Тем более жүкті екенімді біледі. Үшінші түрлі әңгіме айтып жатыр қасқа. Ертең деген өзінің масқарасы шығады да. Өзінің масқарасы шығып, әке-шешесін жерге қаратады да. Обиднысы сол, әке-шешесі жақсы адамдар да. Соларды жерге қаратады да, кәдімгідей кіретін тесік қалдырмайды да оларға. Әрі қарай дальше позор өзің біл. Дальше өзіңнің позорыңды шығара бер сөйтіп. Ішіп ал деп әңгімеңді айта бер, дальше қатының жамандап. Сонымен не керек, әйтеуір лестницаның жыры бітті. Енді камера қоятын балдар маған шыға ойындашы. Кім бар камера қоятын үйге? Маған 4 этажға да камера қоюға жет. Андай Wi-Fi-мен істейтін камера емес. Wi-Fi өшіп қалса да өлейін деп атсаң да түсіріп тұратын камера керек өшім. Сондай камераны қаншаға жасайды екен? Бағаларын салыстырайын деп едім ғой. Тек бір жерден сұрамайды. Әйтеуір бізде Ақтаудағы адамдар менің түрімді көрсе бір андай бір нені көргендей болады ғой, деймін, ана не деді? Доллардағы тұрған Бенджамин Франклин ба? Соны көргендей бола ма бірдеңе ғой. Аспандағы бағаларды алып келеді. Жұрттан сұрасаң, қой біз ондайға істеткен жоқпыз деп. Қою керек қой сондайды деген. Табасыңдар ма енді? Адалынан, дұрысынан бәріне қандай баға айтып жатсыңдар, сондай айту керек қой. Анаған басқа, мынаған басқа деген нестікті қою керек. Құдай желкелерінен шығарады ғой, бір күн желкелеп тұрып. Көрек ал, кім қанша айтатын. Камера керек өшім 4 этажға. Кім жасайды?